Қазақ намысын арқалаған қыршындардың қиылғанына 34 жыл. Бұл уақыт Керзетіктің тепкісіне түскен ел ұландары діттеген мақсатына жеткен күн. Елбасына Геннадий Колбиннің келуі себеп болған көтеріліс Қазақстанның егемен ел болуға қауқарлы екенін көрсетті. Қайғылы көтеріліс ел рухының асқақтығының дәлелі бола білді. Қытымырғыста қақтығысқа түскен жалынды жастар жанынан арды биік қойды, ел үшін өмірін қиды. Халықтың қолдауымен сайлауларыңыз беріп қой. Халықтың қолдауынсыз халықтан ақылдаспайсыз. Өздеріңіз сайладыңыздар да қой. Жоқ, басшы партияға ғана емес қой. Әрбірден кейін партияны ғана басқармайды ғой. Қазақ болу керек болды. 16 желтоқсан күні пленум болды. Орталықтан Колбинді алып келді. Қонаевты жұмысынан босатты. Сол кезде мына жерде көп болмаса да аздаған топ үгіт насихат жүргізіп жіберді. Ол енді дұрыс деп есептеймін. Біз Қазақ Республикасымыз, Қазақстан Республикасымыз кем дегенде қазақ азаматы болу керек. Ал егер славян ұлтынан болатын болса, өзімізде де бар деп марқұм Демиденконы атады. Ол кезде Қостанай облысында бірінші хатшы еді. Содан жастар шығып кетті. Жастар шығып кеткеннен кейін бұл Қызыл империяның бірнеше 10 жылдап үйренген, ешкіммен ешкім сөйлеспейді, күш көрсетеді. Әскерін әкеледі, мына іштегі күштердің бәрін қосады. Сол ешкіммен ешкім сөйлеспей, іштегі күшпенен әскерді екеуін жұмылдырып, мына желтоқсаншыларды ұрды, соқты, итпен талатты, өлді, шығын болды, оның барлықтерін жасырды. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күні. Алайда нағыз тәуелсіздіктің ақиқаты 25 қазан болу керек дейді зиялылар. Ал 16 желтоқсан боздақтар қыршыннан қиылған қаралы күн. Бұл күні тәуелсіздіктің тойлануы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым қылуды ұмыттырып жіберетіндігін айтады. 16 желтоқсан тәуелсіздік деп атап жіберді. 16 желтоқсан емес, тәуелсіздік алғанымыз біздің 25 қазан. Ең әуелі 25 қазанды біз тәуелсіз күні деп атадық. Содан кейін тағы да осы мына отырған кішкентай топ билікті қолына алып алған алдыдағы 16-сына ауыстырды. Ол қитұрқысы не? Желтоқсанның мына еске алу қайғылы уақиғаларын қайталанбасын, ұмытсын халық деді. Халық ұмытпайды. Сондықтан егер билік ақылды болатын болса, билік ұлтқа жаны ашитын болса, 16-сы, 17-сі, 18-і 3 күн демалыс жариялап, содан кейін мына желтоқсанға қатысқан азаматтар әлі тірі, аяқтарымен жүр, кәртайып былай еңкейіп қалған жоқ. Мынау мектептерде, жоғарғы оқу ғимараттарында кездесу өткізу керек еді. Шындықты айтсын, жастар білсін. Ол жастар ертең өзінен жастарға эстафетаны береді. Неге десеңіз, Қызыл империяның құлауына біздің қазақтың жастары желтоқсан көтерілісі себеп болды. Сол билік басындағылар сол желтоқсан оқиғасының маңыздылығын, оның тәуелсіздік алуға әсерін жоққа шығару үшін бұлар осыны халықтың санасынан жоюды өздеріне мақсат тұтып қойды. Себебі сол желтоқсанда қасірет шеккен жастарға бұл билікте отырғандардың да кінәсі үлкен. Сол үшін де олар біз мына 25 қазанда ата заңымызды қабылдаған күні дейміз ғой, сол күн тәуелсіздік күні болып жариялану керек еді. Бұлар алдыда 16 желтоқсанды тәуелсіздік күні деп жариялады. Бұл қасіретті күн, қаралы күн болу керек еді. Бірақ Алла тағаланың құдіретін қараңыз. 11 жылы Жаңаөзенде
тағы да қазақтардың басына қасірет алып келді. Қаншама адамдар атылып өлді, жүздегені жараланды. Сонда мен ойлаймын, осы Алла тағаланың бізге берген несі сынағы деп ойлаймын. Міне қараңдар, сендер мына күнді, қаралы күнді тойламаңдар. Бұл қаралы күн. Тәуелсіздік үшін қаза тапқан жаңағы жастарды, қайраткерлерімізді, азаматтарымыз еске алып, солардың рухына тағзым ететін күн болу керек. Дұға оқып деген жерде, Құран оқып, дұға жасап. Өкінішке орай мына билік осыны тәуелсіздік күні жын ойнақ қылып мерекелейтін күн жасап отыр. Бұл дұрыс емес. Бірақ мына билік кетеді көп ұзамай. Сол кезде мен өзім ойлаймын, бұл күн сондай тәуелсіздік күні емес, қаралы күн болып жарияланып шығар деп ойлаймын мен. Бұдан бөлек, қазіргі уақытта желтоқсаншыларға қандай құрмет көрсетіліп жатыр? Қаһармандардың аттары неге аталынбайды? Ердің есімі ел есінде қалуы керек емес пе? Ол оқиға өскелең ұрпаққа неге насихатталмай жатыр? Біз билік болып, халық болып, желтоқсанды марапаттау керек. Желтоқсан күні қаза тапқан желтоқсанда азаматтарды есімізге алу керек, қаралы күн жариялау керек. Мына оқу орындарына, халық жиналатын жерлердің барлығында кештер өткізу керек. Халыққа түсіндіру керек. Сол батырлар қандай батырлық жасады. Жаңа мен жай айтқам жоқ. Бір Қасен Қожахметтің өзі-ақ жетіп жатыр. Неге десең, ол батыр, ол Абақтыда өзінің жазықсыз бірнеше жыл түрмеде отырып шықты. Осыдан 3-4 жыл бұрын желтоқсан оқиғасының 30 жылдығы атап өтілді. Сол кезде мына желтоқсаншы азаматтар менен өтініш жасады. Осы желтоқсанға байланысты деректі болса да бір кино шығарайық деп. Сіз білесіздер, сол үкімет түсіртпей қойды сол киноны. Деректі киноға ақша бөлмейді. Ал өздеріне мысалы елбасы жайлы бірнеше кино түсірілді. Көркем суретті кинолар әрқайсысында 40-50 миллион доллардан. А біз сол 40 мың доллар ала алмадық үкіметтен. Сол желтоқсанның ақиқатын, шындығын көрсетейік деп, мына халыққа түсіндірейік, жастар біліп жүрсін деген ойда. Өкінішке орай билік түсіртпеді. Себебі тағы да айтам, билік бұл желтоқсан оқиғасын халық ұмытып кетсе деп ойлап отыр. Ниеттері бұлардың қара. Желтоқсаншыларды партия құруға билік тағы да ұлсат етпейді. Қоғам құрып алған желтоқсан деген. Бірнешеге бөлінген. Қазір 10 шақты желтоқсаншылардың қоғамы бар. Соныменен өздері алдап, жұбатып жүр желтоқсаншылар. Бірақ желтоқсанға қатысқан азаматтардың бәрі бір ұйым құру керек. Содан кейін талапты биліктің алдында қою керек. Құрбан болғандардың барлықтерін атау керек. Халық білсін, оның атына көше беру керек. Оның атына аудандарды беру керек. Оның атына қалаларды беру керек. Бізде кішігірім қалалар өте көп. Оны халық білу керек. Олар жанын берді қазақтың келешегі үшін. Қалай айтады? Адамның ең қымбаты ол өзінің өмірі. Сол ең қымбатын ол берді қазақтың келешегі үшін. А неге біз оны ұмыттырып жатырмыз халыққа? Ұмыттырмауымыз керек. Желтоқсанның қалған ызғарыма дерсің, елде кейінгі жылдары осы уақытта жиі толқулар орын алып келеді. Желтоқсаншылардың айтылмай қалған тағы қандай арманы бар? Неге билік желтоқсандық рухтан әлі күнге сескенеді? Билік қазір қай белсендіне болсын қорқады. Желтоқсанға қатысқандардың ішінде белсенділер көп. Ұлтжандылар көп. Сондықтан солардың есігін аңдайды, үйін аңдайды, шығармайды, қатыстырмайды. Бұның барлықтары заңсыздық, бассыздық бұның барлықтары. Барсын, алаңға барсын, гүл шоғын қойсын, Құран бағыштасын. Құрбан болған желтоқсанда азаматтарға. А ондай жұмысты жасаудың орнына бұлар кедергі жасап, сол сүйрелеп, Абақтыға жауып, жазалайды. Бұның бәрін тоқтату керек. Шыдамның да шегі болады ғой. Бүгінгі күні мынау шыдамның шегі таусылып, анау Қазан төбесінен билік бастырып қойды оны, қақпақпенен. Бүгін жарылама, ертең жарылама. 10 қаңтардан кейін жарылама. Мен оны айта алмаймын. Бірақ мәңгі осылай билік алдап,
арбап, жауып, абақтыға тоғытып халықты ұстай алмайды. Біз ұлтпыз. Қайғылы оқиға мерзімі әлемдік жаңа жылға таяу болған тағы бар. Ел ішінде жаңа жылдық шыршалардың мерзімінен ерте қойылуы да желтоқсаншыларға деген құрметсіздікке алып келіп отыр. Шырша қою деген немене ол? Неге 16-сына кейін шырша қояды? Мына 16-сын ұмытсын, балаларын жетектеп ана шыршаның маңайына барсын, халықты алдайды. 5 күн қалғанда келесі жаңа жылға шыршаны қойдағы соларға барып халық демалсын, өзінің келе жатқан жаңа жылын қарсы алсын. Ал енді оның 16-сына кейін шырша қою керек пе? Не керек бар оның? Неге асығады? Не әкетіп барады? Кім итеріп жатыр? Не итеріп жатыр? Оларға билік мына бұқтыру. 16 желтоқсан, 17-сі, 18-і мына батырларымызды еске алмасын, атай бермесін, халықтың құлағына сала бермесін. Сол кездегі біздің ұлттың өкілдерінің батырлық жасағанын. Желтоқсан оқиғасының куәгері Алматы қаласы. Ал орын алған қанды оқиғаның көрінісі қала тұрғындарының жадында қаншалықты сайрап тұр? Өздерінен сұрап көрдік. Біз мысалы жаңағы не болдық деп жатырмыз ғой, студент болып оқып жүрдік деп жатырмын ғой. Сол кезде бізді шығындар осылай мемлекетіміздің несі болсын деп ұран жіберді ғой бізге. Біз енді ол кезде жанып тұрған жастар бәріміз тәуелсіздік алуға ұмтылдық, тырыстық. Ол кезде енді қазіргі жағдайда мен ойлаймын, осы мектеп жасынан бастап сол жаңағы ненің тарих пәні бар ғой, соған балаларды жас жаңағы қыршын кеткен, тәуелсіздік кеткен, бастап шыққан жастардың бәрін суретін қойып, солардың өмір баянын көрсетіп, сол жастарға үйрету керек деймін, тәлім тәрбие беру керек. Менің қатты күйінетінім, біз тәуелсіз болдық қой, тәуелсіз ешкімге бағынбаймыз. Мысалы, жаңа жылға ел қалай дайындалады, жарайды, ол біздің мұсылмандық мереке болмаса да, оған қалай дайындалады, үйін әсемдейді. Тәуелсіздік дегенде бәрі бұл қандай? Тіпті білесіз бе, мен өзім орыстың балдарына сабақ беремін. Олар тіпті тәуелсіздік күні қашан екенін білмейді. Шынымды айтайын, мен қатты соған ішім ашып, кәдімгідей мен тіпті не айтарымды білмей қалдым. 16 желтоқсанға таяғанда барлығын тастайды, шығармай қояды. Ол белгілі жағдай, мен қазір мүмкін айтып жатқаным артық болар, бірақ ол барлығына белгілі жағдай. Біз бұны 16-сы келе жатыр, бір қаралғын келе жатыр, бір тығылуымыз керек, ешқайда шықпауымыз керек. Как будто сол нәрсе сол кездегі оқиға қайталанатын сияқты қорқақтай береміз да. Ер есімі ел есінде қалуы тиіс. Тұғырлы тәуелсіздікке жол ашқан боздақтардың бейнесі ұмыт қалмауы керек. Елдік үшін жанын құрбан еткен қыршындар әлі күнге өз деңгейінде құрметтелмей келеді. Желтоқсаншылар, бізді кешіріңдер.